Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ата-бабаларымыз бала тәрбиесіне ерекше назар аударып, баланы 7-ге келгенше тыйма, 7-ден 14-ке келгенше қолынша қина, 14-тен кейін құрдасыңдай сыйла деп баланың ой-өрісі даму кезеңін ерекше бағалаған. Абай атамыз адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады дейді. Кейде ата-аналар жазаға немқұрайлы қарап, көбіне істі түзетудің орнына бүлдіріп алады. Жазалау өте қиын нәрсе, ол тәрбиелеушіден үлкен әдептілік пен сақтықты талап етеді. Сондықтан біз ата-аналарға мүмкіндігінше жазалаудан аулақ болып, дұрыс тәртіпті қалыптастыруды ұсынамыз. Балаға дұрыс, бұрысты үйретіп жазалау керек десек, бір жағынан ол баланы қорлау, кемсіту сияқты көрінеді. Жазалауда бала өз қателігін түсініп, жасаған жаман қылығы үшін ата-анасынан кешірім сұрағаны да дұрыс. Бірақ бала қалай жазаланса да, ол не істесе де сізді әрқашан туған жақын адамы ретінде сезінуі тиіс. Жазалаудан бұрын қателіктерді түзету де ең әуелі мейірім мен насихаттың әсері мол екенін ескергеніміз жөн. Себебі балалар көбіне жасаған қателіктердің парқына бара бермейді. Мұндай жағдайда балаларға ұрсып жекудің пайдасынан зияны басым болуы мүмкін. Үлкендердің баланың басынан сипауы, маңдайынан сүйіп иіскеуі немесе құшақтап арқасынан қағуы, көтеріп құшағында тербетуі балаға оң әсерін тигізеді. Бала үлкендердің бұл ілтипатынан өзін жақсы көретіндігіне сенеді. Зерттеушілер құшаққа алынып құштарлана сүйілмеген, басынан сипалап маңдайынан иіскелмеген балалардың кейбір психикалық ауруларға ұшырайтынын дәлелдеуде. Мысалы, 5 жасар қыз дүкенге барғанда қалтасына ұрлап бір кішкене зат алды делік. Үйге келгенде сізге көрсетеді. Мұндай жағдайда не істеу керек? Қандай шара қолдану керек? Жалпы балалардың мұндай әрекетке баруына 3 қана себеп. Біріншіден, өнегелі көзқарастың жеткіліксіздігі. Екіншіден, байсалды психологиялық қанағатсыздықтың болуы мүмкін. Үшіншіден, ерік дамуының жеткіліксіздігі. Осындай жағдайларда баланы қорқытып жазалауға болмайды. Өйткені жазалау әрекеті баланың бойында қорқыныш сезімін туғызуы мүмкін. Керісінше, ұрлаған затын қайтару, баланы ашық болуға шақыру, жәбірленушінің орнына өзін қоя білуді үйрету. 6 жастан бастап балаларда ұят сезімі қалыптасады. Ұрлық жасауға барған әрекетінің себебін тауып, мәселені шешуге тырысқаны дұрыс. Балаға ұрысқаннан гөрі оған жақсы көретініңізді білдіру аса маңызды. Баланы әуелі тыңдай білу керек. Әр нәрсені дұрыс түсінуге бала ақылы жете бермейді. Сол себепті баланың не ойлап тұрғанын білу қажет. Біз көбіне баланы қателікке ұрындырған себепті іздеп, дереу өзіне ұрса жөнелеміз. Балалар балалықпен қателік жасайды. Қате жасаса ұрсып жазғыра жөнелеміз. Ата-аналардағы қателіктердің бірі баланы не болса содан тыйып, іс-әрекетін шектей беру. Баланың қате қылығын тыйған кезде орнына басқа дұрыс нәрсені көрсету керек. Яғни, балама әрекет немесе зат арқылы дұрыс әрекеттерге бағыттау керек. Олай болмаған жағдайда бала баяғы істеген қателіктерін қайта жасауы, болмаса қырсық мінезділікке бейімделу мүмкін. Мысалы, ыдыс аяқпен ойнағысы келгенде, дереу қолынан жұлып алғаннан гөрі, ойнасаң мына сынбайтын ыдыспен ойна деген сияқты мысалдарды жасау керек. Жай жазалаулардың салдары баланың ой-өрісінің дамуына кері әсерін тигізеді. Содан реніш пен күйзеліске әкеліп, соңынан үлкендерге деген сенімсіздік сезімі пайда болады. Қатал қарым-қатынас болатын отбасылардағы балалардың неврологиялық реті бұзылады. Тұтығу, түнгі қорқыныштар, ұйқының бұзылуы сияқты ауытқулар болуы ықтимал. Кішкентай адамның психикасы өте жіңішке аспап, оны жеңіл бұзып, сындырып алуға болады. Бірақ сосын оны түзету өте қиын. Ата-аналарға беретін кеңес, баланың
кемістіктерін бетіне басып, басқа балалармен салыстырмаңыз. Баланы қателескені үшін кемістік бетінен алмаңыз. Балаңыздың жетістігі мен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз жақсы көретініңізді сездіріңіз. Әрқашан өз балаларыңыздың қылықтарын түсінуге тырысыңыздар. Ешқашан шешім шығаруға, әсіресе жаза қолдануға асықпаңыздар.